Құдағайлар арасында қозғалмайтын үш нәрсе. Бірінші, өзара бедел, абырой. Құдағайлар қашан араласса да әрқайсысы өз беделін сақтайды, бір-біріне тым көп үстемдік жүргізбейді. Екінші, сыйластық шекарасы. Қанша туыс болып кеткенмен құдағи деген шектеулі жақындық. Әркім өз орнын біледі, шекараны аттамайды. Үшінші, өзара есеп-қисап, сыйлық, тарту-таралғы мәселесі. Құдағилар арасында біз бергенбіз, сіздер қайтармадыңыздар деген есеп айтылмайды, қозғалмайды. Өйткені ол сыйластыққа сызат түсіреді.